Сәлем қыздар, бүгін сіздермен қарапайым, әрі дәмді, әрі пайдалы салат жасаймыз. Керек заттар: пекинская капуста, қияр, піскен жұмыртқа және піскен тауықтың төс еті. Қалаған формаларыңызда турап алсаңыздар болады, кубиктап немесе соломка түрінде барлығын турап бір ыдысқа саламыз. Салат ағуызға өте бай, сондықтан ПП-да жүрген қыздар түскі асты немесе кешкі асты осы салатпен алмастырсаңыздар болады. Себебі калориясы өте төмен, сондай-ақ тойымды салат және жасалу жолы да оп-оңай. Міне барлық ингредиенттер туралып, бір ыдысқа салынып, біріктірілді. Енді қазір заправкасын дайындаймыз. Яғни бір чайный ложканың ұшымен ғана тұз саламыз. Бір чайный ложка зернистая горчица қосамыз. Және бір ас қасық қаймақ салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Заправкасы өте дәмді, қыздар. Салат тойымды. Өзім правильное питаниеда жүрген кезде осы салатты жиі жасаймын. Яғни түскі асымды немесе кешкі асымды алмастырамын. Қарным ашпайды және ертесі күні висыйға тұрғанда қуантарлық жағдайды көремін. Көк шөппен сеуіп әсемдесеңіздер болады. Осымен салат дайын. Жасап көріңіздер. Өте дәмді салат.